24-ші есеп. 5-тен 2 бөлігі 52 градусқа тең бұрышты ата. Яғни қандайда бір бұрыштың 5-тен 2 бөлігі 52 градусқа тең. Ендеше біз ол бұрыштың қандай екенін білмейміз, сол себепті оны x деп белгілейік. Бірақ осы x-тің 5-тен 2 бөлігі 52-ге тең. Ендеше x-ті табу үшін біз 52-ні бөлеміз 5-тен 2-ге. Немесе 52-ні көбейтеміз 2-ден 5-ке. 52-нің бөлімінде 1 бар. 52 мен 2-ні қысқартамыз, мұнда 1 болады. Мұнда 26 болады. X тең 26-ны 5-ке көбейтеміз 130. Оны 1-ге бөлсек, ол 130 болады. Яғни 130 градус. Ал 130 градус ол бізде 90-нан үлкен болғандықтан, 180-нен кіші болғандықтан, ол бізде доғал бұрыш болады. Яғни нұсқалардың ішіндегі дұрысы ол С нұсқасы.